Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Осы қыстан ауырмай шығудың жолын іздесеңіздер, сіздерге осындай дәмі керемет болып шығатын иммунное варенье жасауға кеңес беремін. Ол үшін бізге қарақат, апельсин, лимон қажет болады. Мен қарақаттың мұздалған түрін пайдаландым. Барлығын ет тартқыштан өткізіп, қант саламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Рецептің толық нұсқасын описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Қанты ергенше жақсылап араластырып аламыз. Бір түнге қойып қоямыз. Қанты еріп, бір келкі болғанша. Содан соң барлығын пластик ыдыстарға салып, морозильникқа сақтап қоямыз. Қалаған кезде алып жей бересіздер. Дәмі өте керемет, иісі мұрын жаратын керемет иммунное варенье жасап көріңіздер.